Имам Тирмизидің Шамаил Мухаммадия кітабында тағы да пайғамбарымыздың пайғамбарлық мөрі жайлы мынандай хадис келеді. Оны Анасим ибн Умар ибн Қатада ан жаддатихи Румайсата. Румайса радиаллаху анха риуаят етеді. Румайсата қалат. Румайса айтады радиаллаху анха. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل من خاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اعتز له عرش الرحمن. Румайса радиаллаху анха айтады, мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи жақын болғандығы сондай екі жауырынның ортасындағы мөрден сүйіп алғым келді. Егер қаласам сүйіп алар едім дейді. Ол сол сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединалық сахаба Саат ибн Муаз жайлы айтып жатыр еді дейді. Саат ибн Муаз өлген кезде Рахманның аршысы дірілдеді деген. Енді пайғамбарымыздың пайғамбарлық мөрі жайлы. Пайғамбарымызда пайғамбарлық мөрдің болуы пайғамбарымыздың соңғы пайғамбар екендігінің дәлелі. Және пайғамбарымыздың мөрі арқа тұсында, арқасында жүрек тұсында болған. Оның көлемі құстың жұмыртқасындай. Және оның бетінде түктері болған. Жалпы ғалымдар осы пайғамбарлық мөрдің келуіне қатысты айтады. Жалпы біздің пайғамбарымыздан басқа пайғамбарларда да пайғамбарлардың өзінің белгісі болған дейді. Яғни оң қолдарында мен секілді болған мөрлері. Ал пайғамбарымыздың пайғамбарлық мөрі 4 жасында Шаққы Содыр оқиғасынан кейін пайда болған дейді.